Mamandықтың. Кәсіптік бағдар беру оқушылармен атқарылатын жұмыстың бір бағыты. Сонымен қатар бұл жұмысқа ата-аналарды тартудың маңызы зор. Ата-аналар арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, олардың оқушыларға мамандық таңдау барысында бағыт-бағдар беру ісіне белсенді қатысуының ықпалы ерекше. Себебі ата-аналар балаларының дұрыс мамандық таңдап алуына ықпал етеді. Осы бағытта Оралхан Бөкей атындағы номері 44-ші лицейінде жоспар жұмыстар жүргізілуде. Соның бірі Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің ректоры Төлеген Мұхтар Әділбекұлы және құрылыс колледж математика пәнінің мұғалімі Айтжанова Балғын Сәкенқызы, география кафедрасының меңгерушісі Жексенбаева Назгүл Жәнібекқызы, гуманитарлық колледждің директоры орынбасары Жақаш Ринат Мәкенұлы, математика кафедрасының меңгерушісі, математика ғылымының кандидаты Ерғалиев Ерлан Қанапияұлы, математика кафедрасының меңгерушісі доктор Печ Сәкенова Рима Ерболатқызы оқытушылардың қатысуымен өткізілді. Жиналыс барысында оқытушылар университет пен колледждің білім беру бағдарламалары, мамандықтардың ерекшеліктер туралы кеңінен мағлұмат берді. Алдағы уақытта да бұл жұмыстар өз жалғасын табады.